Баршаңызға сәлем. Бүгін біз үй жағдайында дүкеннен алынған барни тортынан да дәмдірек, жұмсақ әрі пайдалы барни дайындаймыз. Бұл рецепт әсіресе балаларға ұнайды, ал ең бастысы өз қолыңмен табиғи өнімдерден жасаймыз. Ал ендеше менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, апта сайын сіздерге жаңа рецепттер дайындап отырамын. Ал ендеше дайындауға кірісейік. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа керек болады. Жұмыртқаны ағынан ажыратып аламыз. Бүкіл процесс өте жеңіл әрі жылдам өтеді, ал нәтижесінде іші жұмсақ, сырты нәзік, хош иісті барнилер дайын болады. Бұндай тәттіні балақайлар да, үлкендер де бірден жақсы көріп қалады. Бұдан бұрында мен барнидің рецептін салған болатынмын, бірақ та бұл жаңа рецепт. Ішіне жаңа бір ингредиент қосылады, өте жұмсақ әрі дәм беретін. Жұмыртқаларды ағынан ажыратып болғасын, жұмыртқаларды әппақ болғанша көпіртіп аламыз. Шым-шым тұз салып, және де бізге құмшекер керек болады, яғни сахырды жаймен араластырамыз. Жұмыртқаның сарысында осылай біртіндеп сала бастаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай аппақ масса дайын болады. Керекті заттардың барлығын описанияға жазып кететін боламын. Мына жерде менде сары майды ертіп алдым және үстіне бір қасық осындай бал қостым. Осы ерекше дәм беретін бізде құпия ингредиент. Ерекше және жұмсақ дәм береді бал қоссаңыздар. Балды көріп тұрғандарыңыздай маймен араластырып қостым. Және де сүт қостым 60 миллиграмдай. Онды да жайлап қоса беруге болады. Онды міндетті түрде електен, яғни ситадан өтіріп қоссаңыздар жұмсақ болып шығады. Онды араластырып болғасын, енді менде разлихлитель, яғни қопсытқыш қалмаған екен, сондықтан жарты кішкентай қасықпен содағы лимон суын салып, кішкене газ етіп алып қостым. Сіздер үйде қопсытқыш болса, онда қопсытқыш қосыңыздар. Барлық араластырдық. Мінекей массамыз дайын болды. Осындай өте қою да емес, өте сұйық та емес, орташа осындай масса дайын болды. Енді осы массадан ыдысқа кішкене аламыз. Бұл кішкентай масса бізге қонжықтың барнидің қол аяқтарын жасауға керек, яғни шоколадный масса. Осыған какао араластырамыз. Бұл жерде үлкен ас қасықпен шамамен бір үлкен қасықтай қостым какаоны, яғни шоколадный масса болады. Осындай қапшық болса, кондитерлік қапшықтарға салып алсаңыздар, салуға өте ыңғайлы болады. Жұмыс істеуге өте ыңғайлы болады. Ал енді бізге ең керекті нәрсе, яғни силиконовый формалар керек болады. Осындай қонжықтың формасы. Бұл жерде 6 дана қонжық шығады. Енді манағы дайындап алған массамызды осылай аяқтарына, қолдарына және де көз жасаймыз, және де құлақтарына салып шығатын боламыз. Қатты көп салудың қажеті жоқ, өйткені піскен кезде бұл әлі де көтерілетін болады. Байқасаңыздар, мен ең бірінші пісірген кезде форманы майлаған жоқпын. Негізі силиконовый формаларды майламауға болады, бірақ та кішкене жабысатыны бар екен. Ал сіздер ең алдымен майлап алсаңыздар болады. Некен жан-жақтарын сүртіп дайындап алдым. Енді қызып тұрған пешімізге қонжықтарымызды пісіруге жібереміз. Бұл жерде противенге салып, сосын барып печкаға салдым. Менде печка қазір 220 градуста қызып тұр. Қорықпаңыздар, қатты күйіп кетпейді. 15 минутта уже сізде қонжықтар пісіп дайын болады. Алдымен суытып алып, сосын алыңыздар, әйтпесе осындай жарылып кетуі мүмкін.
кішкене бір 5-10 минут суығасын барып, екінші партияны пісіріп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай бірден қонжықтарды суырып алуға болмайды екен. Сосын тағы да бір кеңес, қонжықтарды алып жатқан кезде силиконовый форманы кішкене созыңқырап алсаңыздар, қонжықтар жақсы алынады екен. Әйтпесе осындай аяқтары, қолдары жарылып кетуі мүмкін. Мінекей біздің қонжықтар бірінші партиямыз дайын болды, 6 дана. Ал екінші партияға енді майлап көруді жөн көрдім. Алынған кезде ыңғайлы бола ма деп форманы қайтадан тағы майлап алдым. Мінекей форманы майлап алдым. Екінші партияға да дәл солай етіп алдымен аяқтарын, қолдарын барлығын жасап алдым. Бізде осымен 12 штук барни қонжықтар шығатын болды. Оны да дәл солай печкаға пісіріп алдым. 15 минутта уже дайын болды қонжықтарымыз. Қалай шықты деп ойлайсыздар? Өзіме қатты ұнады, жұмсақ, дәмді болып шыққан. Бұрындары да көп істеген болатын, бірақ та қамыры маған ұнамайтын. Дәл магазиндағы сияқты жұмсақ болғанын қалайтынмын. Сондықтан осы рецепті таңдадым. Көріп тұрғандарыңыздай балаларыма өте қатты ұнады. Сіздерге де ұнаған болса лайк басып, пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Ұнады деген үміттемін. Рецепті жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Және комментарийде жақсы пікірлеріңізді күтіп аламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айсұлу жаңа рецепте кездескенше.